Сау саламатсыздар ма қымбаттыларым? Бүгінгі күні ас бөлме жөнінде, немесе аналар бөлмесі, әйелдер бөлмесі деп айтады, иә? Ас бөлме жөнінде біраз әңгімелесейік. Қазіргі заманда сіздің ас бөлмеңіз қандай? Және де ас бөлмеде ас дайындағанда қандай киімде жүресіз? Бұрынғы баяғы заманда алатын болсақ, қазақ аналары қазақи киімде, ақ жаулықтары мен әдемі түрде қазақ ана киімінде ас дайындайтын болған. Және де әр ананың қолында, екі қолында да күміс білезіктері болған. Және де бұл білезіктерді ол кішкентай кездерінде аналары алып беретін болған дейді. Және де 13 жасқа таяғанда қыздар тұрмысқа шығар кезде қолдарына кигізген деп айтып жатады ақ күміс білезіктерін. Енді аналар ас дайындаған кезде бисмиллясіз ас дайындамаған және бисмиллясіз ас жемеген деп айтады, иә, қариялар, үлкендер айтады. Сондықтан да күмісі бар негізі адамның, ананың қолындағы ас дайындаған кезде жамандық жоламайды деп айтып жатады. Ол жамандықты жойып жібереді дейді күміс. Сонда негізі күміс алған кезде алып қарайтын болсақ, негізі қазіргі заманда да көптеген аналар қолдарына күміс білезік киіп жатады, иә? Ол себебі ас адал болады дейді. Күміс киіп адал ас іш деп те жатады, иә? Күмісің жоқ болса, адал ас ішуің мүмкін демес деп жатады. Сондықтан да әр анаға ойланып, өз қолында ас дайындаған кезде қолына күміс білезік немесе күміс жүзік киіп тұрғаны дұрыс па деп мен өз басым ойлаймын. Күмісің қолыңда болса, адал ас ішесің деп қария аналар, біздің ата-бабаларымыз айтқан екен. Сонда алып қарайтын болсақ, күмістің негізі адам баласының денсаулығының зор болуына, дені сау болуына және адал ас ішуіне өте көптеген пайдасын тигізеді. Сонымен қатар, бұрынғы заманда алып қарайтын болсақ, күміс негізі алтыннан да қымбат болған деп айтады, иә, үлкен қариялар. Себебі алтынға қарағанда күмістің адамның бойына тигізер, ас ішкенде болсын, басқа жағдайларда болсын, өте пайдасы зор деп айтылады. Сондықтан да қазіргі заманда, егер де сіз ас дайындайтын болсаңыз, отбасыңыздың дендері сау болсын десеңіз, үйіңізде береке болсын десеңіз, сіздің де қолыңызда күміс жүзігіңіз бен күміс білезігіңіз болсын. Басыңызда ақ жаулығыңыз бен үстіңізде қазақи киіміңіз болсын. Мына қазақтың оюы киімнің де қасиеті бар деп айтып жатады, иә, негізінде. Сонда қазақтың оюы негізі үйге, өзіңіздің бойыңызға береке шақырып тұрады дейді. Сондықтан да ас бөлмеңізде, отбасыңызда береке болсын деген ниетпен үстіңізде оюлы камзолыңыз, немесе айтып жатады жилетке дейді, иә, сондай киіп, қолыңызда екі күміс білезігіңіз бен ас дайындайтын болсаңыз, әрине сіздің асыңыз дәмді болады бір жағынан, және де отбасыңыз адал ас ішетін болады. Әр қазақтың, әр ананың қолында күміс білезіктері болсын, және де адал ас ішсе екен деген тілегім бар. Сау саламатта болыңыздар.